Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бұл видеода ет асудағы өзімнің бірнеше кеңестеріммен бөлісетін боламын. Қазақтың ұлттық тағамын дайындауда әрбір ас үй ханшайымының өзінің сыры болады. Мүмкін бұл видеода сіздерге жаңалық болатын жерлер де кездесіп қалар. Рецепте мен жылқының етін пайдаланамын. Қазанға салқын су құйып, етімізді саламыз. Қазаны мен міндетті түрде пищевой пленкамен орап аламын, өйткені жылқының еті ұзақ уақыт қайнайды. Егер сіздер қазаны жыртылып кетеді деп уайымдасаңыздар, осындай пищевой пленкамен орап салсаңыздар болады. Қайнап бастаған кезде бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Бетін жауып, тағы 4-5 минут қоямыз. 2 рет көбігін тазалап алған соң, пиязды осылай бүтін қылып саламын. Сәбіз саламын. Енді қақпағын жауып, жай отта 3-4 сағаттай пісіреміз. Бешбармақтың қамырын илейміз. Мен 1 зуалаға 1 жұмыртқа, 1 пиала су және 1 қасық тұз саламын. Қамырды міндетті түрде қатты қылып илеңіздер, сонда әдемі болады. Қамырымызды 15 минут демалдырып қоямыз. Біздің қайнап тұрған сорпамызға картошкамызды саламыз. Бетінің майын алып, енді тұздығымызды дайындайтын боламыз. Пиязды осылай жұқа қылып тураймыз. Тұздығымыз әдемі көріну үшін қызанақты жұқалап турап қосамыз. Және укроп қоссаңыздар да болады. Енді біздің демалған қамырымызды осылай жұқа қылып жайып аламыз. Етті сүзіп алып, қайнап тұрған сорпаға қамырды саламыз. Сорпаңыз міндетті түрде қайнап тұрған болу керек. Қамыр салғанда араластырып тұруды ұмытпаңыз, өйткені қамырлар жабысып қалуы мүмкін. Қамыр пісем дегенше тұздықты жай отта 2-3 минут пісіріп аламыз. Қамырымызды сүзіп алып, үстіне тұздығымызды саламыз.
етімізді жұқалап тураймыз. Картоп сәбізімізді дөңгелек қылып турап, әдемілеп қоямыз. Сорпаға кішкене қара бұрыш және шамамен бір қасықтай айран қосамын. Лимон қоссаңыздар да болады. Міне біздің етіміз де дайын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.